Мен халқымның тағылымы мол тарихы мен ықылым заманнан арқа үзілмеген ұлттық салт дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын. Біз 21 ғасырдың жаһандық картасында ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт боламыз десек, жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет жобасын іске асыруға тиіспіз. Әлем бізді қара алтынмен, немесе сыртқы саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Біз бүгін Жаңаөзен қаласындамыз. Қазақстанның батыс өңіріндегі бұл қаһарман қалаға биыл 50 жыл толып отыр. Осы мерейтойға орай және елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын қолдау мақсатында Өзенмұнайгаз компаниясы демеушілік көрсетіп, және бұл компанияның президенті Бекзат Абайылданов тікелей қолдау білдіріп, Маңғыстаудың киіз үйі туралы деректі фильм түсірілмек. Маңғыстаудың киіз үйі дегенде алдымен еске оралатыны бұл музей экспонат емес. Бұл халықтың күнделікті тіршілігіне қажетті баспана. Жаңаөзен қаласының кейбір көшелерінің өзінде, қала көшелерінің өзінде киіз үйлердің тігіліп тұрғанын біз байқадық. Бұл туралы сәл кейін баяндаймыз. Ал деректі фильм барысында көретіндеріңіз Маңғыстаудың киіз үйі туралы толық мәліметті біз Маңғыстау облысының көптеген ауылдарына соғып жинайтын боламыз. Құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Бір кездері мұнайшылар қаласы ретінде бой көтерген бұл шаһардың негізін қалаған осы өңірде ұлт болып ұйыған, жұрт болып жиылған қазақтың қабырғалы рулары болатын. Солардың бүгінгі ұрпақтары ұлттық болмысты, ұлттық салт дәстүрді сақтап, қол өнерді дамытуға елеулі үлестерін қосуда. Олардың арасында үрім бұтағынан бері қазақтың киіз үй жабдықтарын дайындап, киіз үй тігумен айналысып жүргендер де бар. Еші сәлем бердік. Қалдарыңыз қалай? Алмас Алтай деген жігіт емессің? Сол. Өзімін. Рахмет. Жеңше мына жерге Астанада жап-жаңа келдік. Осы сөмкі түсіріп жатыр едік. Мына Маңғыстаудың киіз үйі туралы еді хабар. Сосын қаланың қабырғасына әдемі қылып ақ жұмыртқадай қылып үй тігіп қойыпсыз. Сосын кімнің үйі екен, кімнің шаңырағы екендігі сұрақ туып келе жатыр едім ғой. Бұл деген осы Маңғыстаулық Өтеспек деген шоңай жігіттің үйі. Атамның ағаш үйі, атамның үлкен үйіміздің. Атамда 2 ұл бар, біздер бөлек шыққан үлкен отау. Ұлдың үлкені. Өздегі салт бойынша маңдай үй салып бермейді. Осындай үй көтеріп береді. Үй береді дейсіз ғой, отау шығарған есеп. Сосын қасына отау шығарып қойған. Сол есімде Карекем Буданбай деген кісі, өз әкем Алдаберді деген кісі. Жеңеше сонда жыл сайын жазда тігіп отырасыз ба? Жыл сайын жазда болғанда осы негізі атамдардың үйінде тұрды. 2007 жылы Шарқат деген жазуда бар. Иә, міне Шарқат деген. Тұрмысқа шықты. Сол кезде тігілді, содан кейін тігусіз тұратын еді. Иә. Атам мен енеме, енді ол кісілер үлкейді, 80-ге жақындады. Сосын осы ағаш үй тұр ғой, осыны неге пайдаланбаймыз? Осы неге той жасағанда, мысалы, темір үй тігіп, ақшаға жалдап әкеліп кіргіземіз. Одан да өзіміз неге пайдаланбаймыз? Сөйді маған берсеңіз, мен өзім қолмен ұстап, көзбен көрген үй. Менің де келінім бар, сол да көрсін. Осы былтыр үлкен Мақсат деген балам үйленіп, сол құдалығы болып, сол құдалыққа әкеліп тіктік. Содан кейін биыл Орынбіл деген Мақсат, Орынбіл Заманбек деген осы біздің ұл қыздар. Үйдің балдары. Тойдың қамына кірістік. Сосын қызымның айтқаны, енді біздер жаңағы той болатын болса тек бірінші ресторан есімізге түседі. Иә, ресторан жалдау. Заманның есіне қарайды. Ойбай сен деген кішкене ертерек айтпадың да ресторан алмаймыз ба деп еді. Сосын мама
мен рестораннан шыққым келмейді, ондай даладан кететін болсам Алматыдан ақ кете беретін едім деп. Менің ойым бұрыннан бергі арманым осы. Атамның үлкен үй деп айтылады ғой бізде енді қазақта, біздің Маңғыстаудан үлкен үй деп айтылады, үлкен ата-енеміздің отырған үй. Осы ағаш үйден атам мен әжемнің батасын алып шықсам деп едім деді. Ой, жаным-ай. Ресторан жалдамай ақ қойыңыз мен үшін деді. Бұл жерге 60-шы жылдардың басында өзен кен орнының барлаушы геологтары келіп қоныстанған еді. Содан кейін алғашқы мекенжайлар пайда болып, жан-жақтан халық жинала бастады. Өзен кен орнынан мұнайдың көз ашылғаннан кейін Жаңаөзен мұнайшылар қаласы ретінде қалыптасты. Арнайы жасақталған екпінді құрылысшы бригадалар көптеген тұрғын үйлер мен мәдени нысандар салды. Сөйтіп, 1968 жылғы 21 қазанда Қазақ КСР жоғарғы кеңес президиум қаулысымен Жаңаөзен поселкесі қала статусын алды. Кезінде киіз илейтін кәдімгідей, киізді илейтін. Ол мына біздің өздеріңіз білесіздер, мысалы Совет өкімет кезінде Меринос деген Австралиядан осы келді. Оның алдында бізде Маңғыстаудың басында Еділбай мен енді аралас Гисар да бар шығар, басқа да тұқымдар. Ол қара жүнді қой болғаннан кейін оған енді басқа киізден басқа ол басқа ешқандай деген. Енді кезінде Совет өкіметінің кезінде әскерлер пайдаланды, мына шинель нелер тігетін. Ал ең бастысы ол шинельдің өзі де ол киіз, былай қарап отырсаңыз. Сол демекші ол мына киіздің жалпы мына киіздің өзінің қабілеті өте зор. Бұл киіз деген илеген жерінде мына қай бір киіз үйге кірсеңіз бір иісі болып тұрады. Бұл иіс мына жаман заттан қорғайды деген бір аңыз бар. Маңғыстау, Маңғаз өлке. Үшкір найзалы үстірт жоталарына, ақ мәрмәр таулардан тұратын шатқалдары мен биік құздарына, ойпаттар мен қыраттарына қарасаң көзің тоймай. Кеудесі тіп-тік құзар таулар бейне бір қазақтың өр мінезін, қайсар келбетін танытып тұрғандай. Маңғаз, өр, қазаққа ғана жарасқан кесек мінез қай жаққа көз салсаң да, Маңғыстау түбегінде мен мұндалап анық байқалады. Текесінен шаншылған ақшаңқай жартастарда, биік жал болып түзелген қыраттарда, дөңесі мен дөңдерінде, айқыш-ұйқыш жарлауыттарында, жыра, аңғарларында тылсым десең бір тылсым, сұлулық десең бір ғажайып сұлулық бар. Табиғат ана осынау ұлан-ғайыр даланы өзінің қайталанбас туындылармен толтырып тастағандай. Әр тау тасында, сай саласы мен қыраттарында сан ғасырлардан шөккен қаншама құпия, қаншама аңыз жатыр десеңізші. Бүгінгі таңда біз өзімізге осы киіз үйді бренд қылып алуымыз керек, осы қазақтың бренді деп. Өйткені мысалы қазір көресіздер, балыққа барады, аңға барады, бағанағы бір неге шығады, сондай мысалы этногородоктар сияқты ретінде біздің бағанағы мына салынып жатқан жолдары бар, солардың жанына сондайларды көрсетіп, осы мына енді біз бүгінгі таңдағы мемлекеттің туристік жағынан бағыты бойынша соны қолдап осыны көрсететін болсақ, ол ертең адамға да және шетелдік қонақтар келген қонақтарға да ол бренд болып қалады. Осына өлкеге қазақ қоныс теуіп шаңырақ көтергелі де бірнеше ғасыр артта қалған екен. Содан бері Маңғыстау қазақтың қасиетті алтын бесігі, 362 әулиенің қорымы жатқан киелі мекен. Осы үстірт үшін, осы кербез қырат жоталар үшін қазақтың арда туған талай батырылдары қанша мәрте атқа қонып жанын қиды. Осы қасиетті жерді білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғап қалды. 7-ші ғасырлардың орта шенінен бастап Қытайдың кәдімгі жазба деректерінде біздің киіз үйге арналған үлкен поэмалық өлеңдер бар. Осының өзі цивилизация қанша дамып, жаңа адам киізден, ағаштан тасқа өтсе де, жиналмалы, құрмалы, керегелі үйдің
көшпенділер үшін өте қатты киелі немесе сакралды мағынасы болғандығын көруге болады. Дәл сондай үрдіс күні кешегі мына 18-19 ғасырларда мына Орта Азияда Хиуа, Бұхара хандықтарында көшпелі жұрттар басқарушы класс болса да, ел басқарып отырып сарайларда тұрғанмен де аулаларында міндетті түрде отау дейді немесе айтып кеткен ордалар тігіліп тұратын болған. Түрікпен мен орыс қарман, қазаққа құт қоныс болған Маңғыстау. Осы өлкеден ұлтымыздың қаншама айтулы тұлғалары шықты, қаншама ғұлама ғұмыр кешті. Олардың бәрі қазақтың рухани мұрасын байытып нығайтуға көп еңбек сіңірген тұлғалар. Халқымыз біздің ұйымдастырушы, өз жерінде, өз топырағында Бұхара тек қызықтаушы емес, ұлттық саясатты жасаушы, ұлттық бірлікті тудырушы және оны қорғаушы күшке айналуы керек. Бұл киелі өлке қазір де қазақтың ұлттық болмысын сақтап, рухын шыңдап, намысын биік ұстап келеді. Көптеген жырдастандарда, термелерде кездеседі, себебі тағы қайталап өтем. Бұл киіз үй деген сөздің өзі, ол көшпенділердің негізгі күнделікті тұрмыс тіршілігінің өтетін жері. Сондықтан да ондай нәрселер жырда орын таппай кету мүмкін емес. Сол сияқты жылқыға да қалай көңіл көп бөлінсе, киіз үйге де солай көп мән берілетін болған. Мысал ала кететін болса, өзіміздің білетін осы кешегі 20 ғасырларда замандасымыз болып кеткен Сүгір Бегендіұлы дейтін жырау атамыздың еңбектерінде осы киіз үйге көптеген эпитеттер арналған. Мысалға айтатын болса, ақ отау деп айтады, ақ ордалы деген сөздер кездеседі. Яғни ол тек осы Маңғыстау жыраулық өнеріне тән нәрсе емес, осы ноғайлы заманынан бастау алатын жалпы қазақ ноғай дәуіріндегі барша жыраулардың, жыршылардың еңбектерінде кездесетін атаулар. Маңғыстаудың Абыл, Нұрым, Ақтан сияқты жырауларының әр қазақтың жүрегіне сіңірген жырлары мен термелері тұрғанда, бұл өлке ұлттық болмысынан, ұлттық қасиетінен айырылмай. Қазақтың рухани мұрасының алтын бесігі ретінде әлі талай ұрпақта ұлттық құндылықтармен сусындатары анық. Мына қара шаңырақ, бүкіл қазақтың қара шаңырағы, бұл әуелден қазақтың қанында бар қара шаңырақ ұғымының Маңғыстау төріндегі бейнесі. Амал мерекесінде бұрын қазақтың бәрінде болған амал мерекесі. Кейін мынау кең далада біреулері орыс өтке жақын болды, біреулері тағы бір жақ бөлініп қалды. Сондай кезде мынау түркі халқына жақын, тілдес, діндес халықтарға жақын бізде сақталып қалды. Сондықтан біз амал мерекесін қайтадан қазақтың өзінің уыз мерекесін өзіне таратып жатырмыз. Осынау қаймағы бұзылмаған өлкеде ұлт тарихына, ұлт қазынасы саналатын дүниелерге құрмет айрықша. Кейбірін жаңа заман талабына сай жетілдіріп пайдалануға тырысады. Солардың қатарында ел ішінде ағаш үй аталып кеткен киіз үйдің орны бөлек. Маңғыстау өңірінде киіз үй жасаушы шеберлер көптегенді жиі естейтінбіз. Сапар барысында рухани мұраны жаңғыртып жүрген жандармен кездесуді мақсат еттік. Сол себепті жол басы Отпан таудан басталды. Отпан тау, батыс Қаратаудың биік шоқысы. Жеті жұрт келіп, жеті жұрт кеткен кәрі Маңғыстау халқының қастерлеген тауы. Бұл жерде көшпелі тайпалар ғибадаттарын өткізіп, абыздар ордасын тіккен. Сонау жаугершілік заманда сарбаздар елге белгі беру үшін Отпан таудың басында ұран отын жаққан екен. Дүлділ ақын қашаған жырларында да осы қасиетті таудың бейнесі әдемі өрнектелген. Бұл тауда шипалық қасиеттері бар 25 түрлі өсімдік өседі. Айналасында зерттелмеген тарихи ескерткіштер көп. Алтын қазған, Тентек Қарасайы, Қарасай, Нұранның сайы, Ақмыш бұлағының бастауы, Көгала,
Бұлардың қай-қайсысы да қойнауы сырға толы, тарихы тереңнен тартылатын қасиетті мекендер. Қала оң болсын. Әумин, рахмет. Күнді бұлтты қылып әдемілеп қойыпсыздар ғой. Нағыз ағаш үйді едін орай болып тұр. Кәдімгі тапсырыс істегендігін болып тұр. Иә. Жауап кетпесең Иә. Ал жақсы жөке, бастаңыз онда. Мына үйдің босағасы жаңағы мына терегеге таңады. Терегеге таңып жаңағы үйдің бар ұстайсыны мына маңдайшасы табалдырғы босағасы сықырлауға бар ұстайсыны. Терегенің бәрі қызметі. жылы мына қырдың үстіне шықтық үстірт деген жерге. Сонан мына желдің әлеметінен мына 9 ағаш үй құлап, ең ішіндегі сол менің шаңырағым аман қалды. Сосын ауылға... Үйде құлады ма сонда? Менің үйімде құлады. Сосын жерден ағаш үйдің жаңа мынадай нелерін неғылды да, жабылғыларын атып та ағаш үйдің мына кереге уықтарын әркімшілер неғылды. Мен біздің үйдің шаңырағы бұтын қалып еді. Мамаң әжең шаңырақты алып келсін ауылға деді ғой. Кәрі шаңырақ мына қасиетті ұстайсын. Сосын енді шаңырақты сұраушылар көп болып еді. Оған енеміз берген жоқ қой, бермейміз. Қасиетті кәрі шаңырақты деп. Қызылмен, көкпенен, ақпенен бояулаған. Сосын мына шашақты деген түйет, мына түйет. Енді осы күн бәрінде түйеді ғой. Қазір енді үлкейгесін мен енді бәрінен қалып келатырым. Бірақ жас күнімде бузымнен қалған зат осының бәрі. Бірақ үйімде бар осының бәрі. Иә, келініңізге, қызыңызға біреуге үйретесіз ба? Әлде сонымен кете ма сонда бұл өнер? Мынаны деген қыздарға үйретсек істейді ғой. Анау қызыл басқұр дейді, мынаны ақ басқұр дейді. Түсіңде басқұрды көрсең, мына үйдің басқұры әдемі болса, алған әйелі де мына үйдің басы дейді ғой. Мына басқұры әдемі болу керек. Қазақтарда мына бауды деген, жаңағы біз деген жас күнімізде, ауылымызда жаңа әкеміз қой бақты келген жерімізде де мына енеміз үйде неғылды. Жаңа мына үйде сәндеу үшін, мына үй бәсекеменен мына бау басқырды бәсекемен тоқтат. Мынаның бәрін деген жаңа мына әуелі әппақын жіпті әуелі кері барады. Кері барады да мынаны жаңа жүніне іліп ала береді. Іліп алады да жаңағыны қайшымен қиып отырады. Бетін тегістеп. Мынаны деген қалы киіз деген сияқты. Мынаны тоққанда да бар. Я 1 жыл тоқысын, я болмаса 6 айда тоқысын. Күніге мынадай қарсы шығарасың. Ой, бұрмай. Бес туырлық. Сосын құрылғаннан кейін 5 туырлықты үстіне апарып жабады. Сосын жерден оны жауып болғаннан кейін артынан жаңағы тұна қазір барады, есігін салады. Ши есігін. Ши есігін салады. Ши есіктен кейін барып мына 2 үзігін салады. 2 үзігін салады да мына ағаш үйдің сүйегі құрылғаннан кейін туырлықты салады. Туырлықты жабады. Содан кейінгі жас мына үзік. Үзік? Қазақбайша үзік. Бүткіл жабдығы осы үзік, мына үзік. Бүтіндірге көлген үзік мына. Бар үйдің қызметі осы жаңағы жылуы, қыста жылу не қылмайсың, жазда жаңағы ыссы болмайсың, бар қызметі осы үзіктен. Мынаны деген сол 3 киізден тігет жаңағы басып,
сосын барып мына әдемілеп, мына әшекейлеп, мынадай қылып дөдөгө дейді біздің неде. Сол дөдөгө дейді, сол дөдөгөнің осындай әдемілеп, жаңа әдемілеп бастырып кетеді үстіп. Жазы ыстық, жауын шашыны аз, құрғақ, қысы аязды Маңғыстау маңында ата-бабаларымыз үшін киіз үйден жайлы қоныс болмаған. Өлкенің жусаны мен күйреуігі, жантақ пен изен, тітір шөбі молда өскен жерлеріне жиі көшіп қону үшін де киіз үй аса ыңғайлы. Маңғыстаудың киіз үйіндегі енді бір ерекшелік, бұның бау шуының бәріне ерекше мән береді. Қараңыз, мына жерде төр жақта айқасқан, мына жерде 4-5 бауды айқастырып ұстайды. Осы 6-7 бауға дейін айқасып ұсталады. Сонда ойлаңыз, енді бір 12 құлаштан құрылған бауларды екіге бөліп, таңдайластырып, төрде шаршы қылып ұстайды. Міне 6-7 бау ұсталған үйлерді көргенде, ол бір бәсекеге тігілгендей. Кереге, киіз үйдің қабырғасы, ол төр көзді және жел көзді болып екіге бөлінеді. Төр көзді керегенің көздері үлкен болады. Оны дайындағанда арасында бір желі көктелмей қалып отырады. Жазуға ыңғайлы келеді. Ал жел көзді керегенің керісінше көзі тар, арасына жұдырық сыймайтындай етіп жасалады. Уық, кереге басымен шаңырақты ұстап тұратын ағаш. Уықтың жоғарғы түзу жағын қары, шаңырақ көзіне сұғынатын 4 құрылышын қаламы дейді. Уықтың кереге басына байланатын жағын тесіп, бау өткізеді. Оны уықбау немесе балақбау деп атайды. Табалдырық. Киіз үйдің екі босағасын төменнен жалғастырып, беріктігін қамтамасыз етіп тұратын ағаш. Қазақта табалдырықтан артық тау жоқ. Кәдесін өтемесең, одан асқан дау жоқ. Жеңгеден озған жау жоқ деп, қалжың айтып, кәде өтеп үйге кіруді жақсы салт, танысудың сыры санайды. Киіз үйдің керегесін керіп болғаннан кейін, мына ортада тұрған үйдің басы құрмен тартылады. Мына құрдың өзі неменен, мына таңғыш, мына құр құстаңдай етіп тоқылған, бұлар сырғалақпен тоқылады. Сырғалақ қазір көп жерде жоқ. Тіпті бір кезде айыл құрлардың өзі сырғалақпен тоқылады. Бұл сонда өрмекпен емес, сырғалақпен тоқылады. Бұл сырғалақтардың ерекшелігі сол, кейде жаңағы мына жылқыны, малды, атты қолға үйреткен уақытта, оның айыл құрларының өзін жаңағы күшті қыл қосып, ешкінің жылқының қылын қосып тоқылған айыл құрлар бұл дейтін шамалы тросқа бергісіз болады. Олай болса, үйдің басын тартатын құрды да және мына таңғыштарды да сырғалақпен тоқиды. Ал мына қызылбас құр керіп тоқылады. Қызылбас құрды тұтас құлыпта құрады, кейде шеттігін бөлек құрып, бұны шудажіппен әдемілеп қосып тігеді. Ал мына ақбас құрдың жөні бөлек. Киіз үйдің әрбір құрамдас бөлігі киелі. Өйткені ол, мына жарық әлемге сенің үйіңді, қара шаңырағыңды, отбасыңды құрауға көмектесіп тұрған құрал. Ол жоқ болса, немесе білінсе, сенің қара шаңырағыңда осал болады, беріктігі кемейді деседі. Сондықтан ата-бабаларымыз киіз үйдің әр бөлігіне қамқорлықпен қарап, қастерлеуді, көздің қарашығындай сақтауды үйреткен. Әрбір затын лайықты ұлықтау үшін оларды ойлы, мәні терең бейнелі ұғымдармен атауға тырысқан. Шаңырақ киіз үйдің ішінде ең басты рөл атқаратын бөлігі деп айтса да болады. Сөздің шығу тегіне келетін болсақ, шаңырақ сөзінің этимологиясы сонау Алтай тілдерінен, яғни түркі моңғол тілдерінен өрбейтінін көруге болады. Жалпы шаңырақ сөзінің негізгі атауы көбіне түндік деген дұрыс келеді. Мысалға айтатын болса, өзіміздің бауырмал қырғыз халықтарында түндік деген сөз бар. Сол шаңырақтың орнына атауын айта кететін болса. Одан қала берді, өзіміздің қазақтарда түндікті ашады, түндікті жабады, мысалға айтатын болса, сондай мағына. Ырымдарға тоқталатын болсақ, табалдырықтың арғы жағында тұрып ешкім амандаспайды, не үйге кіріп амандасасың, табалдырықта керілме дейді, немесе табалдырықты аяқпен баспайды, аттап өтеді. Яғни, сосын тіпті байқайсыздар ма, киіз үйдің өзінің сықырлауықтың есігінің кіреберістің көлемі адамның бойы қанша үлкен, киіз үй үлкен болса да кішірек болады. Яғни киіз үйге адам басын иіліп кіреді. Ол не деген сөз? Аштарында сол шаңыраққа, сол отаудың иесіне, сол жерде тұрған ошаққа құрметпен, иемен адамның басын иіп кіру дәстүрін сол жерлерге жаңағы шифрлы код ретінде жасалынып кеткен.
тіпті мысалға сонау алтын орда хандарының дәуірлерінде ордаға, сарайға келген елшілер болсын, басқа да делегациялар болсын, отауға кірер алдында сол еңкейіп, табалдырықты аттамай, баспай кіретін болған. Осының барлықтары жаңа көшпенділік өмірде ғасырлар бойы бірінен соң бірі үзілмей келе жатырған сабақтастықты көрсететін бірден бір дәлел екенін көруге болады. Шаңырақ киіз үйдің ең жоғарғы бөлігі. Оның пішіні күмбез тәріздес болады, яғни күннің символы. Шаңырақтың өзі тоғын, күлдіреуіш, беріктік, шаңырақтың көзі деген 4 бөліктен тұрады. Осының ішінде тоғын, шаңырақтың негізі қатты ағаштан жасалады. Осының бәріне ерекше мән беріп, бұған біздің киіз үйді жасауға, киіз үйді осы күнге дейін сақтап әкелуге біздегі мына дала заңы дейді ғой, айтылмайтын даланың заңы, сол әжелеріміз бен апаларымыздың осы халықтың дәстүріне адалдығы даланың заңын бұлжытпай сақтауында. Мұнан бір мүйізі қисайып кетсе, олар қабағын түйіп, қайтадан сөктіріп, қайтадан тоқтып отырады. Сосын бір ботамойын, немесе жүздеру, я болмаса жаңағы сыңар өкше дейтін оюларды салатын жерлері бар. Осы басқұрдың тоқитын уақытта, құратын уақытта өрмекті ортасы қанша жіптен болады, шеттігі қанша жіптен, шеттігі сарыдан болады. Оның арасында олар бөліп тұратын алақұрт болады. Бұл деген үлкен эстетикалық талғамды білдіреді. Қараңыз, мына жерде мысалға таңғышты қараңызшы, құстаңдайластып, екі жағында ақ пен қызылдан, ал ортасында қара жиекті. Осының бәрінде бір философия жатыр. Оның бәрінде мынау бір жаңағы ақ пен қараның бар уақытта қатар жүретін. Қазақтың ағаш үйі дейтін ол енді қасиетті ағаш үй ғой. Осы ағаш үйді ұстап кеткен мына жолдасым, 6 қанат үйіміз бар. Әр жерге осы Маңғыстаудың 80 жылдығына тігілді. Бекет атаның 2000 жылдығына, 2050 жылдығына соның бәріне тігілді. Жақсы үйіміз бар еді. Кинолардан көріп жүрміз ғой жаңағы. Мына жоғары жақтың үйлерінің қасында біздің Маңғыстаудың адайдың үйлері кәдімгі 6 қанат, 7 қанат әдемі үйлерді көріп жүрміз. Сондай үйет 300-ге тарта түтін бар. Енді оның бәрі тікпегенменен белгілі кәдімгі үйдің жиһазының шеберлері бар. Жаңағы Бегімқұлова Шарқат дейтін бір құдағайымыз бар, әдемі 7 қанат үйі бар, мысалы нелерге тігіп жүрген біздермен қатар бірге. Тағы да көп енді оны айта берсек бәрін. 2 жылдан бері қайтадан жаңарып жатыр. Үй тігу, мана бау басқыр тоқу, құрын тоқу, оның тоқитын заты көп қой енді оның. Барлығы себебі қолдан тоқылған жіппенен тұрады ол. Ол сыммен тұрмайды, шегемен тұрмайды, ағашпен тұрмайды, сыналады. Барлығы қолыңнан өзің істеген жібіңмен тұрады үйде. Қолдан тоқисың бәрін, есесің, иіресің ұршықпенен. Үш мыңға жуық халық тұратын Жыңғылды ауылын жер баптаған дихандар ауыл десе де болады. Мұнда егіншілікпен қатар мал шаруашылығы да жолға қойылған. Несібесін жерден теріп үйренген жергілікті тұрғындар соңғы кезде жылыжайлар салуға да мамандана бастапты. Еңбектеген баладан еңкейген кәрісіне дейін еңбекқор ауылда қазақтың қолөнер шаруашылығын да ұмытпай жетілдіріп отырғандар жетерлік. Мәселен, Әуез әжей өңірге киіз үй жабдықтарын жасаушы шебер ретінде танымал. Өзім қолымда бір келінім бар. Соған көбірек айтам. Шырағым, ертең мына мұраны ұстайтын сенсің. Мені ертең бұлай шығаратын да сенсің. Құттай боқта шағым таратып. Сен мынадан айырылма. Мынаны сен әлі білесің ғой. Тоздырма, жоқ қылма. Мұра ата бабадан келе тұрған мынау қасиетті шаңырақ. Қарақтар, мынандай қазақ дәстүрден айырылмаңыз. Күндердің күнінде табалмай қаласыңыз. Осы ауылдың көбі мына ағаш үйді жоқ қылып жүрді, сатып жүрді. Сатқанда бірі осындай жайнаған үйді 100 мыңға сатты. Оған да ұрсып. Ай, мұрын жап-жас балдар бар ғой шүкір.
балдарың болғасын. Тек жеке өзің болсаң іштеміз, балдар барда үйді сатып деп. Мен бала күнімде портта болдым. Мен ені шешем дейтін көзін жөңіп отырып, шебер, өнердің бәрін ететін. Бірақ шешемнің үлгісін үйрене алмадым. Шешем портта тас кесіп, зорығып, қайтты, 6 ай ауырып. Әкем соғысқа кетті. Мен жоқшылықты да, жетімдікті де жақсы көрген адаммын. 80-нің сеңгіріне шықса да, немере келіндермен қоса ауылдың жас келіндерін ұлттық салт дәстүрге қанықтырып, олардың бойына қазақы болмысты сіңіруден бір сәтте жалықпаған әуез әже Жыңғылды ауылының көркі. Ақ кимешек, әдемі көйлек, сөзі кесек әженің киіз үйі де керемет жабдықталған. Әлі күнге дейін қыз-келіншектердің тіккен жабдығын жіті қарап, білмегенін үйретіп отыратын көрінеді. Өмірім бойында ешкімге мына тігіп бере қойш, мынаны пішіп бере қойш деп, мына үйдің жабдығын, үстімеге етін жаман шыт көйлегімді апарып көргенім жоқ. Сонымен өзімнің тірлігімді өзімменен әлі осындай шатпамды ұстап келе жатырмын жарығым. Таушық ауылы отан соғысы жылдары Майдан даласын көмірмен қамтып отырған өлкелердің бірі болған. Тур ауылдың маңындағы көмір кен орны соны 1930 жылдардан бастап 1946 жылдың соңына дейін қарқынды өндірілген. Одан кейін еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бастап мұнда өндіріс қайта жанданса керек. Таушықта қазір өндіріспен қатар мал шаруашылығы, соның ішінде шұбат өндіретін шаруалықтар көп. Сонымен бірге Таушық ауылының әр отбасы киіз үйді жарыса тігеді екен. Осыдан 10 шақты жыл бұрын ағаш үй тігу қатардан қалып, елдің көбі үйлерін сатып жіберген болса, кейінгі жылдары киізге деген сұраныс қайта артып, бүгінде ауылдың шебер қыз-келіншектері жабдық тігіп, нәпақада тауып жүр. Осыдан бір 10 шақты жыл бұрын бұл ағаш үй сәннен қалып қойды. Ешкім ұстай алмады, ұстағысы келмеді, тас үйді қызықтап кетті, абойлады үйтті бейді. Ал қазір уже ағаш үйдің бұның естелік екені, бұның ертеден келе жатқан өзіндік тас үйден гөрі қасиетінің ерекше екенін көрсетіп, қазір сәнге айналып келе жатыр бұл. Ағаш үйді оны сәндеу, оның жаңағы кездерін жаңарту, іштегі мынандай құрылыстарын жаңарту, әдемілеу күннен күнге. Мысалға мен моншақта отырып, бұрынғы уақытта мысалға мынандай моншақ өткізу жоқ. Ертеректе мынандай мысалы моншақ жоқ, моншақ өткізілмейді. Сосын жерде оған кім моншақ өткізеді, моншақ болмағасын. Осының барлығы да мысалға сәндікке жатады. Анау ала теру алаша біз ағаш үйде тігеміз, тіккен уақытта сол ана алаша төсеулі жатса, төрде, сол төрде ақ текемет төсеулі жатса, біз өзіміз солай істейміз. Біз өз үйімізде солай істейміз. Соның өзі мысалға кіріп келгенде бір адамға бір мысалға даладан келгенде сіздерге ерекше болып көрінеді. Ал біздің өзімізге көз үйреніп қалған. Біз ұлы даланың бүтін болмысын көрсететін қазақтың қасиетті киіз үйі қалай тігілетінін, оның жабдығының қалай жасалатынын көзімізбен көріп қайттық. Тіпті Ақтау қаласының қақ ортасында тігулі тұрған киіз үйге де ат басын тіредік. Енді қазір жастардың қызығушылығы бұған енді онша емес деп ойлаймын. Енді біздер үлкейіп келе жатырған адаммын, енді балдарымның арқасымен жоғары қарай көтеріп, осындай дәрежеде әлі сақтап келе жатырмын. Себебі балдардың арқасы, әйтпесе менің бұлай әлім келе бермейді. Енді жақыннан көтеріп қойдым осы. Осы уық көтергенде дейді, шаңырақты бірінші көтергенде уықты қанша адам ұстаса, сонша бала болады дейді. Келінде, үйге келген келінде. Керегені жайғанда енді үйдің іші сондай енді керегесі кең дейді ғой, керегесі кең, терезесі тең деген енді қазақтың жақсы сөздері ғой. Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану мұражайында қазақтың құнды қазынасы киіз үйге қатысты көне жәдігерлерге, көне киіз үй бұйымдарына айрықша көңіл бөлінген. Сөз арасында қазақ киіз үйінің ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енгізілу барысының қалай болғаны туралы да біраз мәліметке қанық боп қайттық. Маңғыстау қазақтарының киіз үйді пайдаланып бастағанынан күні кешеге дейінгі осы киіз үйдің барлық жаңағы
бөліктердің сол күйінде сақталуы Маңғыстаудың бір халықтық дәстүрге дейтін адалдығы бірінші. Сосын енді жаңағы бұл Евразия көшпенділерінің жылжымалы баспанасы болғандықтан бұл барлық көшпенділерге ортақ үй ғой. Бірақ та Маңғыстау қазақтары бұны күні кешеге дейін, кешегі мұнай пантаны атқылағанға дейінгі аралықта Маңғыстау тұтасымен ауыл шаруашылығымен айналысты, мал шаруашылығымен. Сондықтан мал шаруашылығымен айналысып, ойдан қырға көшіп жүрген уақытта бұл біздің кәдімгі тарихи баспанамыз үлкен мемлекеттік рөл атқарды. Ал жалпы былай отырықшы халық ретінде де киіз үйге өте үлкен мән берген маңғыстаулықтардың біздің енді бұл не ерекшелігі Маңғыстау киіз үйінің сүйегі. Маңғыстаудың шеберлерінің ішінде сықырлау жасайтын шебер, шаңырақты көзейтін шебер, немесе сол сияқты уқты қаламдайтын шебер деп шеберлердің өзі бөлінеді. Үй іші болмағанмен де олар киіз үйдің сүйегінің өзін ретке келтіретін шеберлер бар. Ал енді Маңғыстаудың ендігі бөліктегі ендігі саладағы ерекшелігі Маңғыстаудағы мал өнімдерін ұсатуда Маңғыстаудың алдына шығатын өлке жоқ деп есептеймін. Айталық, Маңғыстаудың киіз үйінің бүкіл жасау жабдығы қойдың жүнінен жасалады. Қой жүнінен, қоз жүнінен, күзем жүнінен. Осында ұршықпенен отырған шешелеріміз күні кешегі ең бірінші станок, Маңғыстаудың киіз үйінің ең бірінші станогы бұл ұршық. Жаз бойына жинақталған түгел жаңағы жүнді өңдеп, түтіп, жаңа сабап жинап алған жүнін иіріп, қыс бойына иіріп шығып, жазда бояйды да өрмек құрт береді. Әр халықтың өз ұлттық құндылықтары бар. Ол құндылықтарды кезінде әр ұлттың ата-бабалары өздерінің өмір сүру салтына байланысты шығарып, дамытып, ұрпақтарына мұра етіп қалдырған еді. Қазақтың киіз үйі де ата-бабадан қалған мұра. Оны дұрыс пайдалана білу, тіпті заман талабына бейімдеп, дамытып жетілдіру бүгінгі ұрпақтың қасиетті парызы. Мынау қара шаңырақ, анау киіз үйдегі қара шаңырақ, бұның бір-біріне астасып атқан рухани желісі міне осында. Сондықтан Маңғыстаудағы қара шаңырақ жер бетіндегі әрбір қазақтың жүрегіне тігілген ұлттық тұтастығымыз бен бірлігіміздің белгісі. Қазақтың баласы дүниенің қай шетінде жүрсе де, біз үшін олар осы қара шаңырақтың ішінде олардың дұғасы бар, олардың тілегі бар деп сезінеміз. Біз мына шаңырақтан есігінен кіріп Маңғыстау халқы аттағанда, босағасынан аттағанда, әрбір қазақтың тілегін тілеп аттап, әрбір қазақтың өткені мен кеткеніне және болашағына дұға жасап, тілек тілеп шығамыз. Жаңаөзен қаласының жарты ғасырлық мерейтойы бүкіл Маңғыстау үшін елеулі оқиға. Себебі бұл қаланың өлкеміздің, тіпті республикамыздың экономикалық өрлеуіне қосып отырған үлесі өлшеусіз. Біздің ұлтымыз осындай үлкен тойлардың тағылымды жағында ұмытпайды. Той өткізген соң артында ұмытылмас белгі, елеулі ескерткіштің қалғаны жөн. Жаңаөзеннің 50 жылдық мерекесінен әдемі естелік болсын деп, Маңғыстаудың ағаш үйі туралы толыққанды дүниені халыққа ұсынбақ болдық. Рухани жаңғыру, елдің руханиятын өркендету елбасы ұстанған басты бағыт. Осы ізгі бастамаға біздің де үлес қосқымыз келді. Жаңаөзен қаласының әкімі Әділбек Дауылбаев. Кезінде ұлт көсемі ғалым Ахмет Байтұрсынұлы киіз үй қазақ ұлты деген ұғымды береді деген екен. Сол себептен де Алаштың алғашқы басылымдарының бірі Қазақ газетінің рәміздік бейнесіне киіз үй таңдалынып алынған болатын. Қазақтың киіз үйі, қазақтың ұлттық болмысы, ұлттық тәрбиесі. Қазақтың бүкіл салт дәстүрі мен әдет ғұрпы киіз үйден бастау алады. Мәңгілік елдің ұлттық мұрасы өркениет көшінде мәңгілік болу үшін қара шаңырақты қастерлеу қажет. Киіз үйді қазіргі қоғамда қайта жаңғырту, ұлттық сананы жаңғыртуға жасалған бір қадам.